Бұл оқиға өмірде болған жағдайдың негізінде жазылды. Кейіпкерлердің аты мен кейбір жағдайлар өзгертілген. Арнамызға алғаш рет кіріп тұрсаңыз, осындай өмірге жақын, ойландыратын оқиғаларды жіберіп алмау үшін қазір жазылып қойыңыз. Сіздің бір жазылуыңыз арнамыздың өсуіне үлкен қолдау болады. Ал енді оқиғаға көшейік. Менің атым Диана. Өзім қазақ болғаныммен Павлодар жақта орысша сөйлейтін ортада өстім. Мінезім де біздің жақтың ауа райы сияқты еді. Бірде тыныш, бірде аяқ астынан өзгеріп шыға келетін. Арсен екеуміз 22 жасымызда таныстық. Ол да орысша еркін сөйлейтін. Бірақ мінезі мүлде басқаша болатын. Көп сөйлемейтін, біреумен ұрысып жатпайтын, бойы ұзын, денелі, сабырлы жігіт еді. Қасында жүргенде өзімді қауіпсіз сезінетінмін. Арсен бір нәрсе айтса, міндетті түрде орындайтын. Кешкі 7-де келемін десе, 7-де келетін. Бір жерге бара жатқанда алдын ала ескертетін. Телефонын менен жасырмайтын. Сондықтан болар, оған тез сеніп қалдым. Біз 23 жасымызда үйлендік. Қазір ойласам, тым ерте үйленген екенбіз. Бірақ ол кезде өмір бойы бірге болу үшін махаббаттың өзі жеткілікті сияқты көрінетін. Павлодарда шағын пәтер жалдап тұрдық. Ақшамыз көп болмады. Соған қарамастан бақытты едік. Кейде бір пиццаны бөліп жейтінбіз. Қыста үй суық болса, бір көрпенің астына кіріп алып кино көретінбіз. Арсен жұмысынан шаршап келсе де менің әңгімемді тыңдайтын. Бір жылдан кейін ұлымыз Тимур дүниеге келді. Сол кезде Арсен бұрынғыдан да қатты өзгерді. Жұмысқа бар ынтасымен кірісті. Қосымша міндеттер алды. Демалыс күндері де құжат қарап отыратын болды. Бір күні кешке үйге ерекше көңіл күймен келді. Диана, маған Астанадан қызмет ұсынды деді. Қандай қызмет? Бөлім басшысының орынбасары. Жалақысы да жақсы. Бірақ көшуіміз керек. Астанаға көшу мені қорқытты. Павлодарда ата-анамыз, таныстарымыз, үйренген ортамыз бар еді. Ал Астанада бізді ешкім күтпейтін. Бірақ Арсеннің бұл мүмкіндікті қанша уақыт күткенін түсіндім. Барайық дедім. Ол мені құшақтап, өкінбейсің деді. Сол сөзге сендім. Алғашқы жылдары шынымен өкінбедім. Астанадағы өміріміз біртіндеп түзеле бастады. Алдымен шағын пәтер жалдадық. Кейін ипотекаға 2 бөлмелі пәтер алдық. Тимур балабақшаға барды. Арсеннің жұмысы да жақсы жүрді. Бірақ қызметі өскен сайын оның уақыты азая берді. Бұрын кешкі 7-де үйге келетін адам енді 8-де, кейде 9-да келетін болды. Жиналыс созылып кетті. Басшылық шақырды. Есепті ертең тапсыруымыз керек. Оның әр сөзіне сенетінмін. Себебі сенбеуге себеп болмаған. Солай бірнеше жыл өтті. Бір күні Арсен жұмыстағы ер адамдармен кездесуге баратынын айтты. Жаңа жобаны аяқтадық. Жігіттермен отырып қайтамыз. Әйелдер болмай ма? Арсен жымиып, жоқ, бөлімдегі еркектер ғана. Көп ішпе. Жарайды. Сағат 12-ден қалма. Уайымдама. Ол сол түні сағат 2-ден асқанда келді. Есікті ашқандақ мас екенін байқадым. Аяғын әрең басып, киімін шешпестен диванға жата кетті. Мен ашулансам да, сол сәтте ұрыс шығармадым. Су беріп, жастығын түзеп қойдым. Таңертең Арсен үнсіз жүрді. Кеше не болды? Деп сұрадым. Артық ішіп қойдым. Сағат 2-ге дейін қайда болдыңдар? Караокеде. Телефоның неге өшірулі болды? Қуаты таусылды. Ол менің көзіме тік қарамады. Бірақ мен оны мас болғанына ұялып тұр деп ойладым. Сөйтіп бұл жағдайды ұмытып кеттім. Тек Арсен ұмыта алмапты. Кейін білдім. Сол түні ол мен білмейтін үлкен қателік жасаған екен. Алайда бұл шындық бір жылдан кейін ғана ашылды. Жыл сайын ипотека мен отбасылық шығындарымызды есептеп отыратынмын. Бір күні салыққа қатысты құжат дайындау үшін Арсеннің Каспий аударымдарын қарап отырдым. Әдетте онда ерекше ештеңе болмайтын. Дүкен, жанармай, асхана,
достарына жіберген ұсақ аударымдар. Кенет бір аударым көзіме түсті. Сағат түнгі 2-ден 17 минут кеткенде жасалған. 85 мың теңге. Алушы Карина есімді әйел. Күніне қарадым. Бұл Арсеннің жұмыстағы ер адамдармен отырып мас болып келген түні еді. Алдымен жүрегім дүрсілдеп кетті. Бірақ бірден жаман ойлағым келмеді. Мүмкін біреудің қарызын төлеген шығар. Мүмкін достарының бірінің әйелі болар. Кешке Арсен үйге кіргенде телефонды алдына қойдым. Мынау кім? Ол экранға қарады. Бірнеше секунд үнсіз қалды. Қайсысы? Карина, 85 мың теңге, түнгі 2-де. Арсен қабағын түйіп, есімде жоқ деді. 85 мың теңгені кімге аударғаның есімде жоқ па? Мас болдым ғой. Жігіттердің біреуіне байланысты шығар. Онда сұрайық. Кімнен? Сол түні қасында болғандардан. Арсен орнынан тұрып ас үйге қарай кетті. Диана, 1 жылдан кейін неге қазып отырсың? Оның осы сөзі менің күдігімді күшейтті. Мен қазып отырған жоқпын, құжат қарап отырып көрдім. Онда біреуге қарыз берген шығармын. Әйел адамға ма? Мүмкін бір жігіт телефоннан аударуды сұраған шығар. Қай жігіт? Есімде жоқ дедім ғой. Мен Каринаның нөмірін тауып, сол жерге қоңырау шалмақ болдым. Арсен телефонымды қолымнан жұлып алды. Не істеп жатырсың? Сұраймын. Бейтаныс адамға түнде қоңырау шаласың ба? Қазір кешкі 8 ғана. Диана, қойшы. Телефонымды бер. Алдымен тыныштал. Телефонымды бер дедім. Арсен маған ұзақ қарап тұрды. Сосын телефонды үстелге қойды да, жарайды, мен өзім айтамын деді. Сол сәтте аяғымның астындағы еден қозғалып кеткендей болды. Оның даусынан ақ жақсы нәрсе естімейтінімді түсіндім. Не айтасың? Арсен орындыққа отырды. Екі қолын біріктіріп, саусақтарына қарап қалды. Сол түні қатты мас болдым. Оны білемін. Жігіттермен отырғаннан кейін басқа жерге бардық. Қандай жерге? Ол жауап бермеді. Арсен, қандай жерге бардыңдар? Диана, айт. Ақылы әйелдер болатын жерге. Алғашында сөзінің мағынасын түсінбедім. Түсінген кезде тұла бойым мұздап кетті. Сен жезөкшеге бардың ба? Арсен басын төмен түсірді. Оның үндемеуі мойындауы еді. Мен сол сәтте жылаған жоқпын. Айқайлаған да жоқпын. Тек қарсы алдында отырған адамды танымай қалғандай болдым. Не үшін? Білмеймін. Қалай білмейсің? Мас болдым. Ақылсыздық жасадым. Жалғыз бардым ба? Арсен кідірді. Жігіттер болды. Бірақ әйеліме сексен жалғыз қалдың ғой. Я. Осы сөзді естіген кезде ішімде бірдеңе үзіліп кеткендей болды. Мен ас үйден шығып, жатын бөлмеге кірдім. Киімдерімді сөмкеге сала бастадым. Арсен соңымнан келді. Қайда барасың? Тимурды алып анама кетемін. Диана, тоқта. Маған тиіспе. Бұл 1 жыл бұрын болды. Содан бері ештеңе болған жоқ. 1 жыл бұрын болғаны үшін ауырмайды деп ойлайсың ба? Мен оны бүгін білдім. Мен өкінемін. Өкінсең неге айтпадың? Арсен жауап бере алмады. Сен 1 жыл бойы менің қасымда жаттың. Мені құшақтадың. Баламызбен ойнадың. Ал мен ештеңе білмедім. Сені жоғалтудан қорықтым. Сондықтан алдадың ба? Я. Осы бір қысқа жауап мені одан сайын ашуландырды. Сен ол әйелге 85 мың теңге төледің. Ал мен сол кезде Тимурға қысқа аяқ киім алуға ақша үнемдеп жүрдім. Арсен үнсіз қалды. Сол түні біз таң атқанша ұрыстық. Мен кетпедім. Неге қалғанымды өзім де толық түсіндіре алмаймын. Бәлкім, Арсенді әлі де қатты жақсы көрдім. Бәлкім,
Тимурдың әкесіз өскенін қаламадым. Бәлкім, ертең бәрі бұрынғыдай болып кетеді деп үміттендім. Бірақ ештеңе бұрынғыдай болған жоқ. Мен сырттай кешіргендей болдым. Арсен әлеуметтік желілерінің бәрін өшірді. Инстаграмнан шықты, Фейсбукты жапты. Бұрынғы таныс әйелдердің нөмірлерін өшірді. Телефонының құпия сөзін маған берді. Қалаған кезінде тексере аласың деді. Алғашында бұл мені тыныштандырды. Бірақ бірнеше күннен кейін басқа ой келді. Мүмкін хабарламаларды өшіріп жүрме? Арсен жұмыстан ерте шықса, неге асығып барасың деп сұрайтынмын. Кешіксе, кіммен отырсын дейтінмін. Әріптестердің туған күні болса, әйелдерде бара ма? Алина болады ма? Жас қыздар бар ма? Бір күні Арсен шыдамай, Диана, бөлімде әйелдер де жұмыс істейді. Олардың бәрін жұмыстан шығара алмаймын ғой деді. Мен оның ашуланғанын көріп, ашуланғаныңа қарағанда бірдеңе бар дедім. Ол маған үнсіз қарап қалды. Бұрын менің мінезіме күліп қарайтын адам енді жиі күрсінетін болды. Бір күні жұмысындағы әріптесі Алина жаңа көлік сатып алыпты. Көлік жүргізуді енді үйреніп жүргендіктен Арсеннен қасына отырып жол көрсетуді сұраған. Көлікте олармен бірге Руслан есімді ер әріптесі де болған. Кешке Арсеннің телефонынан Алинаның хабарламасын көріп қалдым. Ертең менімен бірге жүрші. Жалғыз айдауға қорқып тұрмын. Бұл не? Дедім. Алина көлік алды. Жұмысқа дейін қасына отырып келуімді сұрадады. Неге дәл сені? Өйткені біздің үйлеріміз бір жақта. Басқа еркек табылмады ма? Руслан да болды. Ол кейін түсіп қалған шығар. Диана, көлікте үшеу болдық. Мәселе көлікте қанша адам болғанында емес. Неге ол саған осылай еркін жазады? Арсен телефонын алып, себебі біз әріптеспіз деді. Әлде сен оған басқа үміт бердің бе? Ол сол күні менімен сөйлеспей қойды. Ал мен оның үнсіздігін де кінәсінің белгісі деп қабылдадым. Кейін білдім. Арсен сол оқиғадан кейін жұмыстағы қалыпты жағдайларды да маған айтпайтын болған. Себебі шындықты айтса да, мен сенбейтінмін. Бір таңмен ауыр түстен шошып ояндым. Түсімде Арсен бір әйелмен көлікте отыр екен. Әйел оның иығына басын қойып, күліп отырды. Оянғанда жүрегім қатты соғып тұрды. Арсен жұмысқа жиналып жатқан. Бүгін кіммен кездесесің? Дедім. Ол маған түсінбей қарады. Жұмысқа барамын. Өтірік айтпа. Таңғы 7:30-да не үшін өтірік айтамын? Мен түсімде көрдім. Арсен галстугын тағып тұрған жерінде тоқтады. Нені көрдің? Сен тағы бір әйелмен жүрсің. Ол біраз үнсіз тұрды да, Диана, ол түс қой деді. Кейде түс бекер кірмейді. Сонда сен мені түсің үшін айыптайсың ба? Бір рет істеген адам тағы да істей алады. Мен не істеуім керек сонда? Жұмысқа бармайын ба? Ашуланба, жай ғана сұрап тұрмын. Сен сұрап тұрған жоқсың. Сен үкім шығарып қойдың. Өйткені сенімімді өзің бұздың. Осы сөзді естігенде Арсен телефонын алып есіктен шығып кетті. Мен артынан қоңырау шалдым. Ол көтермеді. Тағы қоңырау шалдым. Бір кезде қоңырау бірден үзіліп қала бастады. Арсен менің нөмірімді бұғаттап тастағанын түсіндім. WhatsApp арқылы жаздым. Хабарлама бір белгімен қалды. Әлеуметтік желілерде ол жоқ. Жұмыс телефонының нөмірін білмейтінмін. Ашудан не істерімді білмей отырғанда Каспи есіме түсті. Мен Арсенге 100 теңге аудардым. Аударымның түсініктемесіне. Неге мені бұғаттадың? Деп жаздым. Жауап болмады. Тағы 100 теңге жібердім. Телефонды көтерші. Тағы. Мен жай ғана қорқып кеттім. Тағы. Сен қазір кімменсің? Бірнеше минуттан кейін өзімнің не істеп отырғанымды түсіндім. Бірақ тоқтай алмадым. Кешірші. Үйге келесің бе? Балам сені сұрап жатыр. Соңында 1000 теңге жіберіп, түскі ас іш,
аш жүрме, деп жаздым. Мен ашулы болсам да, оның тамақ ішкен ішпегенін ойлап отырдым. Сол күні кешке Арсен үйге келді. Бірақ маған бір-ақ ауыз сөз айтты. Мен шаршадым. Неден? Сені алдағанымнан емес. Сол үшін жауап беруге міндеттімін. Бірақ күн сайын жаңа қылмыс жасағандай өмір сүруден шаршадым. Ол қонақ бөлмеге кіріп кетті. Ал мен жалғыз қалдым. Сол түні мен бір шешім қабылдадым. Арсенді жай сұрақтармен тексере алмаймын. Ол шындықты жасыратын болса, телефоннан да, сөзінен де таппаймын. Маған нақты дәлел керек еді. Павлодарда Лера есімді жақын құрбым тұратын. Ол қазақ қызы болғанымен, бала күнінен бәрі оны Лера деп атайтын. Арсен оны сырттай білетін, бірақ ешқашан бетпе-бет кездеспеген. Мен оған қоңырау шалып, бәрін айтып бердім. Маған көмектесуің керек дедім. Қалай? Арсенге бейтаныс әйел болып жазшы. Телефонның арғы жағында үнсіздік орнады. Сен қалжыңдап тұрсың ба? Жоқ. Өз күйеуіңе әйел жібергелі отырсың ба? Жай ғана жазасың. Кездесуге бармайсың. Диана, бұл дұрыс емес. Егер ол адал болса, ештеңе болмайды. Ал жауап берсе ше? Онда шындықты білемін. Лера ұзақ келіспеді. Бірақ мен жылап, жағдайымды айтып, ақыры көндірдім. Ол жаңа нөмір алды. Профильге интернеттен табылған әдемі әйелдің суретін қойды. Әйелдің атын Мадина деп жаздық. Арсен әлеуметтік желіде жоқ болғандықтан, оған жұмыс нөмірі арқылы жазуға тура келді. Алғашқы хабарлама ресми болды. Сәлеметсіз бе? Нөміріңізді ортақ танысымыздан алдым. Бір жобаға қатысты сұрағым бар еді. Арсен бірнеше сағаттан кейін. Сәлеметсіз бе? Қандай жоба? Деп жауап берді. Лера алдын ала дайындаған жалған сұрақтарым қойды. Арсен қысқа әрі ресми жауап берді. Мен оның әрбір сөзін қарап отырдым. Бір жағынан күйеуімнің бөтен әйелге қызығушылық танытпағанына қуандым. Екінші жағынан тексеруді тоқтатқым келмеді. Келесі күні Мадина. Сіз өте ресми сөйлеседі екенсіз. Өзіңіз үйленгенсіз бе? Деп жазды. Арсен. Иә, отбасым бар, деп жауап берді. Лера. Болды, көрдің бе? Күйеуім бірден үйленгенін айтты. Енді тоқтатайық деді. Бірақ мен әлі ерте дедім. Диана, тағы не керек? Әйел ашық қызығушылық танытқанда не істейтінін білгім келеді. Лера амалсыз тағы жазды. Үйленген ер адамдар кейде бойдақтардан да қызық болады. Арсен бұл хабарламаға жауап бермеді. Бір күн өтті, 2 күн өтті. Менің ішім біртіндеп тыныштала бастады. Бірақ 3-ші күні Лера. Диана, ол өзі жазды деді. Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Не жазды? Лера скриншот жіберді. Арсен. Сіз менің нөмірімді нақты кімнен алдыңыз? Деп сұрапты. Жауап бер дедім. Не деймін? Ортақ таныс деп айт. Лера солай жазды. Арсен. Аты кім? Деп сұрады. Біз алдын ала ойластырған жалған есімді жібердік. Арсен біраз уақыт жауап бермеді. Сосын. Ондай адамды танымаймын. Сіз мені қайдан білесіз деп жазды. Менің ойыма жаңа жоспар келді. Кеңсенің алдында көрдім деп айт. Лера бас тартты. Жоқ, Диана, бұл қорқынышты болып барады. Соңғы рет. Ақыры ол. Сізді бүгін кеңсеңіздің алдында көрдім. Суретіңізден де жақсы көрінеді екенсіз, деп жазды. Арсен, сіз менің қай жерде жұмыс істейтінімді қайдан білесіз? Мадина, кездескенде айтамын. 1 минуттан кейін Арсен. Жарайды, қай жерде? Деп жауап берді. Осы 4 сөзді оқығанда көзім қарауытып кетті. Жауап берді. Кездесуге келісті. Демек, ол өзгермеген.
Кездесуге шақыр, дедім Лераға. Мен бармаймын. Павлодардан келші, бір рет қана. Ол мені танып қойса ше? Сені көрген емес. Ал кейін бәрін білсе, мен өзім жауап беремін. Лера менің халімді көріп, ақыры келісті. Кездесу Астанадағы тыныш кофеханада өтетін болды. Мен Арсенге сол күні кешке қайда барасың, деп сұрадым. Жұмыстан кейін бір адаммен кездесуім бар. Кіммен? Жұмыс бойынша. Ол өтірік айтты. Ең болмаса, мен солай ойладым. Кездесу күні мен кофеханаға ерте барып, бұрыштағы үстелге отырдым. Лера басқа үстелде жалғыз отырды. Үстінде қара көйлек, шашы жайылған. Сырттай қарағанда Астанаға іссапармен келген іскер әйелге ұқсайтын. Сағат 7-ден 5 минут кеткенде Арсен кірді. Үстінде қара пальто. Қолында телефоны бар. Оны көргенде жүрегім дүрсілдеп кетті. Арсен залға көз жүгіртіп, Лераның үстеліне барды. Мадинасыз ба? Деді. Иә. Ол қарсысына отырды. Мен алыстан олардың жүзін анық көре алмадым. Бірақ Арсеннің байсалды отырғанын байқадым. Бірнеше минут сөйлесті. Сосын Арсен телефонын үстелге қойды. Нөмірімді кім берді? Деді. Лера біз ойлап тапқан есімді айтты. Арсен жымиып, ондай адамды танымаймын, деді. Мүмкін ұмытып қалған шығарсыз? Жоқ, мен сізден басқа нәрсе сұрайын. Сұраңыз. Арсен алға қарай еңкейіп, Диана қай жерде отыр, деді. Лераның жүзі өзгеріп кетті. Мен орнымнан қозғала алмай қалдым. Арсен басын бұрып, залды қарап шықты. Көзі маған түсті. Ол орнынан тұрып, тура менің үстеліме келді. Жақсы жоспарлапсың, деді. Мен сөз таба алмадым. Сен қайдан білдің? Алғашқы күннен білдім. Онда неге жаздың? Мұны кім ұйымдастырғанын білгім келді. Сен кездесуге келдің ғой? Иә, өз әйелімнің мені қандай адам санайтынын көру үшін келдім. Сен оған қай жерде кездесеміз деп жаздың? Себебі сен осы жерге дейін барасың ба? Соны білгім келді. Мені кінәлама. Осының бәріне өзің себеп болдың. Арсен қабағын түйді. Мен қателік жасағанымды мойындадым. Бірақ сен мені тағы да сол қателікке итеріп ұстап алғың келді. Егер сен таза болсаң, неге жауап бердің? Оның сен жіберген адам екенін түсіндім. Қалай? Ол қайда жоғалып кеттің деп жазды. Сен сол сөзді үнемі айтасың. Оның үстіне менің кеңсемді бөтен әйелдің білуі мүмкін емес. Лера орнынан тұрып, кешіріңдер, мен кетемін, деді. Арсен оған, сізді кінәламаймын, деді. Сосын маған қарады. Мен бүгін басқа әйелмен кездесуге емес, өз әйелімнің маған қаншалықты сенбейтінін көруге келдім. Ол сырт киімін алып, кофеханадан шығып кетті. Мен артынан жүгірмедім. Өзім құрған тұзаққа өзім түскендей болдым. Бірақ сол кеште болған ең қорқынышты нәрсе бұл емес еді. Үйге келген соң Лера маған қоңырау шалды. Диана, әлгі нөмірді өшіремін, деді. Өшіре бер. Енді бұлай ешқашан сұрама. Жарайды. Сағат 11-ге жақындағанда телефоныма белгісіз нөмірден хабарлама келді. Бұл Мадинаның нөмірі еді. Күйеуім сен ойлағаннан да ақылды екен. Мен Лера жазды деп ойладым. Қойшы, онсыз да көңіл күйім жоқ, деп жауап бердім. Келесі хабарлама келді. Бірақ ақылды адамдардың да құпиясы болады. Мен бірден Лераға қоңырау шалдым. Не жазып жатырсың? Мен бе? Күйеуіңнің құпиясы бар деп. Диана, мен нөмірді өшіріп тастадым. Өтірік айтпа. Телефонымнан сим-картаны шығарып сындырып тастадым. Онда кім жазып отыр? Лера үнсіз қалды. Мүмкін нөмірдің бұрынғы иесі шығар. Бірақ ол біздің жазғандарымызды қайдан біледі? Екеуміз де жауап таба алмадық.
Мен әлгі нөмірге «Сен кімсің?» деп жаздым. Жауап бірден келді. «Арсен туралы бәрін білгің келген еді ғой. Енді мен саған көмектесемін». Денем мұздап кетті. «Күйеуімді қайдан танисың?» «Сен ойлағаннан да жақынырақ жерден». «Атың кім?» «Аты жөнім маңызды емес. Маңыздысы, күйеуім саған тағы да өтірік айтып жүр». Мен телефонды өшіріп тастадым. Бұл біреудің орынсыз әзілі шығар деп ойладым. Бірақ ертеңіне таңғы 8-де тағы хабарлама келді. «Арсен бүгін үйге кеш келеді». Мен жауап бермедім. Кешке Арсен шынымен кешікті. «Қайда болдың?» дедім. «Жұмыста». «Неге алдын ала айтпадың?» «Телефонмен айттым ғой. Сағат 6-да келемін дедің». Жиналыс шықты. Мен әлгі хабарламаны көрсеткім келді. Бірақ кофеханадағы жағдайдан кейін Арсен менің сөзіме сенбейді деп қорықтым. Сол түні белгісіз адам тағы жазды. Айттым ғой. Келесі бірнеше күнде хабарламалар жалғаса берді. Бүгін ол түскі асқа жалғыз шықпайды. Оның үстелінің екінші тартпасын қара. Сен күйеуің туралы білетін нәрсең өте аз. Кейбірі өтірік сияқты еді, кейбірі дәл келетін. Бір күні Арсен душқа кіргенде, сөмкесінен кеңсенің қосымша кілтін көрдім. Белгісіз адамның «үстелінің екінші тартпасын қара» деген сөзі есіме түсті. Демалыс күні Арсен Тимурды футболға алып кетті. Мен кеңсесіне бардым, ғимараттың күзетшісіне. «Күйеуім құжатын ұмытып кетіпті», дедім. Ол мені бірнеше рет көргендіктен кіргізді. Арсеннің кабинетіндегі екінші тартпаны аштым. Ішінде қағаздар мен ескі блокнот жатты. Төменгі жағынан қонақ үй бөлмесінің картасы шықты. Картаның сыртында Астанадағы белгілі қонақ үйлердің бірінің аты жазылған. Жүрегім тағы да дүрсілдей бастады. Оны сөмкеме салып, үйге алып келдім. Кешке Арсен келгенде картаны алдына қойдым. «Бұл не?» Ол картаға қарап, «Қайдан алдың?» деді. «Сұраққа жауап бер». «Менің кабинетіме бардың ба?» «Бұл маңызды емес». «Диана, сен жұмыс орныма кіріп, заттарымды ақтардың ба?» «Қонақ үйге кіммен бардың?» Арсен картаны қолына алды. «Бұл мен Астанаға алғаш келгенде тұрған қызметтік қонақ үйдің картасы». «Неге әлі сақтап жүрсің?» «Құжаттардың арасында қалып қойған». «Мен сенбеймін». «Онда қонақ үйге хабарласып сұра». Оның дауысы сабырлы еді. Осы сабырлылығы мені одан сайын шатастырды. Карта шынымен ескі болып шықты. Бірақ белгісіз адам оның нақты қай жерде жатқанын қайдан білді? Демек ол Арсеннің кеңсесіне кіре алатын адам. Бір кеште маған аудио жазба келді. Алдымен тыңдауға қорықтым. Сосын құлаққап киіп қостым. Арсеннің дауысы анық естілді. Әйелім ештеңе білмеуі керек. Үйге жетсе, бәрі қиындайды. Екінші ер адамның дауысы. «Қанша уақыт жасырасың?» Арсен. «Қажет болғанша». Аудио осы жерден үзілді. Мен оны 5 рет тыңдадым. Дауысы Арсендікі екеніне күмәнім болған жоқ. Ол тағы бір нәрсені менен жасырып жүр. Кешке Арсен келгенде телефонды алдына қойып, аудионы қостым. Оның жүзі өзгерді. «Мұны саған кім жіберді?» «Алдымен сен не туралы сөйлескеніңді айт». «Диана, бұл қайдан келді?» «Бір адам жіберді». «Қандай адам?» «Білмеймін». Арсен орнынан тұрып терезеге барды. «Сен онымен қанша уақыттан бері сөйлесіп жүрсің?» «1 апта». «Неге маған айтпадың?» «Өйткені сен маған тағы да қызғанышың деп айтар едің». Арсен маған бұрылды. «Бұл әйелге қатысы жоқ. Онда неге әйелің білмеуі керек дедің?» Ол біраз үнсіз тұрды. «Жұмыста бір мәселе бар». «Қандай мәселе?» «Айта алмаймын». «Тағы да құпия ма?»
бұл менің ғана құпиям емес. Сен өткенде де солай айттың. Диана, бұл жолы мүлде басқа. Қанша ақша туралы? Ол селк ете қалды. Неге ақша деп ойладың? Демек, ақшаға қатысты. Арсен терең дем алды. Компаниядағы кейбір сатып алулар бойынша күмәнді құжаттарды байқадым. Бағалар көтеріліп жазылған. Кейбір фирмалар қағаз жүзінде ғана бар сияқты. Сен не істедің? Қауіпсіздік қызметіне хабарладым. Сонда әлгі аудио тергеуге қатысты. Менің аты жөнім әзірге құпия болуы керек. Үйге жетсе, сендерге де қысым болуы мүмкін. Неге маған айтпадың? Өйткені сен соңғы уақытта кез келген нәрсені әйелдермен байланыстырасың. Оның үстіне сені қорқытқым келмеді. Ал маған хабарлама жіберіп жүрген кім? Арсен телефонымды алып, жазбалардың бәрін қарап шықты. Оның жүзі бірден өзгерді. Бұл жай әзіл емес, деді. Мен де солай ойлаймын. Ол менің кабинетімді біледі. Жұмыс кестемді біледі. Аудиоға қол жеткізген. Мүмкін сол әйел шығар. Қандай әйел? Карина. Арсен ашуланып. Диана, мұнда Каринаның еш қатысы жоқ. Оны қайдан білесің? Өйткені ол бұл компанияда жұмыс істемейді. Сен оны әлі де тексердің бе? Жоқ. Онда қайдан білесің? Арсен маңдайын ұстап. Біз тағы да сол жерге қайтып келдік. Телефоныма жаңа хабарлама келді. Екеуміз де экранға қарадық. Күйеуіңді аман сақтағың келсе, оның телефонындағы смета деген файлды маған жібер. Арсен хабарламаны оқыған сәтте өңі қуарып кетті. Ондай файл бар ма? Дедім. Ол жауап бермеді. Арсен, бар. Оның ішінде не бар? Заңсыздықты дәлелдейтін құжаттардың көшірмесі. Оны бұл адам қайдан біледі? Демек, менің кім екенімді анықтаған. Не істейміз? Арсен маған ұзақ қарап тұрды. Енді ештеңені өз бетіңше істемейсің. Ол маған жазып жатыр. Сондықтан бәрін қауіпсіздік қызметіне көрсетеміз. Полицияға ше? Алдымен компанияның қауіпсіздік бөліміне, сосын қажет болса полицияға. Мен алғаш рет бұл ойынның жай қызғаныштан әлдеқайда қауіпті екенін түсіндім. Біреу менің әлсіздігімді пайдаланған. Мен күйеуімді ұстап алғым келіп, бөтен адамға біздің отбасымыздың есігін өзім ашып бергенмін. Ертеңіне Арсен мені қауіпсіздік қызметінің басшысы Серік есімді адамға апарды. Ол барлық хабарламаларды қарап шықты. Нөмірді қашан алдыңыздар? Деді. Мен Лера туралы бәрін айтуға мәжбүр болдым. Арсен қасымда үнсіз отырды. Серік. Демек, бұл нөмір сіздің құрбыңызда болған. Кейін сим-карта жойылған. Бірақ мессенджердегі аккаунт басқа құрылғыда ашық қалуы мүмкін, деді. Сонда біреу біздің хаттарымызды көрген бе? Мүмкін. Немесе сіздердің әрекеттеріңізді бұрыннан бақылап жүрген адам осы мүмкіндікті пайдаланған. Ол неге дәл мені таңдады? Серік Арсенге қарады. Өйткені сіз күйеуіңізге сенбейсіз. Мұны түсінген адам сізге кез келген жалған ақпаратты өткізе алады. Бұл сөз бетіме соққы болып тигендей болды. Бірақ қарсы ештеңе айта алмадым. Себебі ол шындық еді. Серік жоспар ұсынды. Мен белгісіз адамға файлды беруге келісетімді жазуым керек. Кездесу орнын өзі белгілесін. Қауіпті емес пе? Дедім. Жалғыз бармайсыз. Біз қасыңызда боламыз. Арсен бірден. Жоқ, Диана бармайды, деді. Басқа жолмен ол келмеуі мүмкін, деді Серік. Мен өзім барамын. Ол сізбен емес, әйеліңізбен сөйлесіп жүр. Сізді көрсе қашады. Мен Арсенге қарадым. Барамын. Диана, мұның басталуына мен де себеп болдым. Соңына дейін барамын. Арсен ашуланып орнынан тұрды.
Сен мұны тағы да ойын деп ойлап тұрсың ба? Жоқ, алғаш рет ойын емес екенін түсініп тұрмын. Ол үнсіз қалды. Белгісіз адам кездесуді сауда орталығының жерасты тұрағына белгіледі. Кешкі 9. Менің сөмкемде файл салынған сияқты көрінетін флешка болды. Ішінде ешқандай құжат жоқ. Телефонымның жазба құрылғысы қосулы тұрды. Серік пен оның адамдары жақын жерде күтіп отырды. Арсен де солармен бірге болды. Көлікте жалғыз отырғанда қолым дірілдеп кетті. Телефоныма хабарлама келді. Көліктен шықпа, мен өзім келемін. Бірнеше минуттан кейін қара күртеше киген ер адам пайда болды. Ол бетіне медициналық маска таққан. Көлігімнің жанына келіп, терезені қақты. Мен терезені сәл ғана аштым. Файл қайда? Деді ол. Даусы таныс сияқты естілді. Алдымен кім екеніңді айт. Саған оның керегі жоқ. Күйеуім туралы бәрін қайдан білесің? Өзің айтып қойдың. Мен саған ештеңе айтпадым. Ер адам күліп жіберді. Сен әйелдерге қоңырау шалдың. Әріптестерін сұрастырдың. Жұмыс орнына келдің. Күйеуіңнің үйінде тыныштық жоқ екенін бәрі білді. Оның сөздері намысыма тиді. Аудионы қайдан алдың? Кеңседен. Арсеннің телефонын тексердің бе? Сен сияқты телефон ақтармаймын. Онда кімсің? Ол маскасын төмен түсірді. Мен оны таныдым. Арсеннің жұмысындағы Руслан еді. Алина жаңа көлік алған күні Арсенмен бірге отырған үшінші әріптес. Ол біздің үйге бір рет қонаққа да келген. Руслан, ақылды екенсің. Сен неге мұны істедің? Күйеуім өзіне қажет емес жерге мұрнын тықты. Құжаттарда сенің де қатысың бар ма? Русланның жүзі суып кетті. Файлды бер. Ал мен бермесем ше? Арсеннің сол бір түнгі оқиғасы жұмыста ғана емес, бүкіл қалаға тарайды. Ол онсыз да бәрін мойындады. Бәрін бе? Менің жүрегім тағы соғып кетті. Руслан соны байқап, жымиып қойды. Көрдің бе? Бір ғана сұрақ жеткілікті. Сен күйеуіңе қайтадан күдіктене бастадың. Мен үндемедім. Сенің ең әлсіз жерің шындық емес, күдік, деді ол. Маған саған дәлел көрсетудің қажеті болған жоқ. Бір ауыз сөз айтсам, қалғанын өзің ойлап табасың. Сен мені күйеуіме қарсы пайдаландың. Мен ештеңе істеген жоқпын. Сен күйеуіңді менен бұрын қысып тастағансың. Ол қолын созды. Файлды бер. Мен флешканы шығарғандай болдым. Руслан көлікке еңкейген сәтте жан-жақтан бірнеше адам шықты. Орныңнан қозғалма, деген дауыс естілді. Руслан кейін шегініп, қашуға тырысты. Бірақ оны тұрақтан шыға берген жерде ұстап алды. Арсен маған қарай жүгіріп келді. Жақсысың ба? Мен басымды изедім. Ол мені құшақтады. Сол сәтте оның кеудесіне басымды қойып тұрып, бір нәрсені анық түсіндім. Мен күйеуімді басқа әйелден қорғап жүрмін деп ойлаппын. Ал шын мәнінде отбасымызға ең үлкен қауіп бөтен әйел емес, менің ішімдегі тоқтаусыз күдік болған екен. Руслан компаниядағы заңсыздықтарға қатысы бар адамдардың бірі болып шықты. Ол Арсеннің қауіпсіздік қызметімен байланысқанын білген. Телефон әңгімелерінің бір бөлігін жасырын жазып алған. Лера алған нөмір бұрын Русланға жақын адамның атына тіркелген екен. Аккаунт басқа құрылғыда ашық қалып, ол біздің Мадина болып жүргізген хаттарымызды көрген. Ал менің Арсенді тексеру үшін құрған тұзағым оған дайын мүмкіндік болыпты. Ол менің күйеуіме сенбейтінімді түсінді. Содан кейін маған шындықтың қажеті болмаған. Ол тек күмән тастап отырды. Қалғанын өзім жасап шықтым. Қонақүй картасы расымен ескі еді. Арсеннің кешіккен күндері тек жұмысқа қатысты болатын. Аудиода әйел туралы емес еді. Бірақ мен әр белгісіз нәрсені опасыздықпен байланыстырып келдім.
Оқиғадан кейін Арсен екеуміздің арамыз бірден түзеліп кеткен жоқ. Керісінше, алғашқы күндері сөйлесу одан да қиын болды. Бір кеште ол, мен сенің маған неге сенбейтініңді түсінемін деді. Оның себебін өзім жасадым. Мен үндемедім. Бірақ менің бір қателігім сенің кейін жасаған барлық ісімді ақтамайды. Білемін. Сен менің жұмыс орныма кірдің. Құрбыңды бөтен әйел етіп жібердің. Біреудің хабарламасына сеніп, құпия файлды іздедің. Мен қорықтым. Сенің қорқынышың бізді қорғаған жоқ. Керісінше, бөтен адамның қолына қару берді. Оның сөзі ауыр тиді. Бірақ бұл жолы қарсы шықпадым. Мен психологқа барамын дедім. Арсен маған қарап, мен сені жынды деп тұрған жоқпын. Мен де өзімді жынды деп тұрған жоқпын. Бірақ жалғыз өзім бұл жағдайдан шыға алмайтынымды түсіндім. Ол үнсіз басын изеді. Сосын мен одан, сен мені әлі де жақсы көресің бе деп сұрадым. Арсен бірден жауап бермеді. Бұрын ол ойланбастан әрине дейтін. Оның үнсіздігі мені қорқытты. Ақыры ол, жақсы көремін. Бірақ кейде сенің махаббатыңның ішінде өзімді тұтқында жүргендей сезінемін деді. Бұл сөзді есту маған оңай болған жоқ. Бірақ оның шындығы еді. Мен де өз шындығымды айттым. Ал мен кейде сенің қасында отырып қайтадан алданып жатқандай сезінемін. Онда не істейміз? Бір-бірімізді тексеруді емес, сөйлесуді үйренеміз. Қолымыздан келе ме? Білмеймін. Бірақ тырыспасақ, бәрібір жоғалтамыз. Мен психологқа бара бастадым. Алғашқы кездесулерде тек Арсенді кінәладым. Егер ол сол түні бармағанда, мен мұндай болмас едім. Психолог маған. Оның ісі сіздің жараңызға себеп болды. Бірақ сол жарамен әрі қарай не істейтініңіз сіздің жауапкершілігіңіз деді. Бұл сөзді бірден қабылдай алмадым. Маған Арсен кінәлі болып тұрғаны жеңілірек еді. Себебі барлық жауапкершілікті соған арталатынмын. Ал өзімнің әрекеттеріме қарау қиын болды. Бір күні үйге келіп, Арсенге телефонымды бердім. Мынау не? Деді ол. Белгісіз нөмірмен болған хаттар. Лерамен құрған жоспарымыз. Бәрі осында. Қаласаң оқы. Ол телефонды алмады. Маған тексерудің керегі жоқ. Неге? Өйткені мен де сен сияқты болғым келмейді. Бұл сөз маған ауыр тисе де түсіндім. Сол күннен бастап біз жаңа ереже орнаттық. Арсен жұмысынан кешіксе, алдын ала ескертетін болды. Мен оның орналасқан жерін сұрамайтын болдым. Ол ер адамдармен отырысқа барса, мен әр 10 минут сайын қоңырау шалмайтынмын. Бірақ Арсен де, сен бәрібір сенбейсің деп, ештеңені жасырмайтын болды. Бір күні ол, ертең бөлімде туған күн болады, Алина да келеді деді. Ішімде бұрынғы сезім қайта оянды. Неге Алинаны арнайы айтып отыр? Олардың арасында бір нәрсе бар ма? Бірақ бұл жолы үнсіз қалмай тыныш сұрадым. Оның атын арнайы неге айттың? Кейін бір жерден көріп, мен жасырды деп ойламауың үшін. Жақсы. Баруыма қарсысың ба? Мен біраз ойланып. Қарсы емеспін, бірақ көп ішпе. Арсен жымиып, жарайды деді. Сол кеште ол сағат 11-де келді. Мен оның телефонын тексерген жоқпын. Бірақ бұл оған толық сеніп кеттім деген сөз емес еді. Тек күдігім туғанда, оны бірден шындық деп қабылдамауды үйреніп келе жаттым. Бірнеше айдан кейін Арсен басқа бөлімге ауысты. Русланға және заңсыздыққа қатысы бар тағы бірнеше адамға қатысты тергеу жүрді. Біздің өміріміз біртіндеп қалыпқа түсе бастады. Бірақ бір күні Арсен ескі телефонынан әлде бір нәрсе іздеп отырып маған. Диана, мынаған қарашы деді. Экранда менің Каспий арқылы жіберген аударымдарым тұрды. 100 теңге, тағы 100 теңге, тағы 100 теңге.
әрқайсысының астында менің қысқа сөздерім. Неге бұғаттадың? Телефонды көтерші. Сен қазір кімменсің? Кешірші. Үйге кел. Соңында түскі ас іш, аш жүрме. Мен соларға қарап, әрі күлкім, әрі жылағым келді. Мұны неге сақтап жүрсің дедім. Арсен: білмеймін, өшіре алмадым деді. Мен сені 100 теңгемен азаптаппын ғой. Ақшада емес. Онда неде? Ол біраз үнсіз тұрды. Сол хабарламалардан сенің маған ашуланып қана қоймай, қатты қорқып жүргенің көрінеді. Сен де мені бұғаттап тастадың. Иә, ол да дұрыс болмады. Біз алғаш рет сол күнді ұрыспай еске алдық. Арсен маған қарап: сол кезде маған түскі ас іш деп неге жаздың деді. Аш жүргеніңді қаламадым. Ал бір хабарламаның алдында сен қазір кімменсің деп жаздың. Екеуі бір-біріне кедергі емес. Арсен күліп жіберді. Мен де күлдім. Бұл күлкі барлық мәселені шешкен жоқ. Бірақ біздің қайтадан ерлі-зайыпты сияқты сөйлесе бастағанымыздың белгісі еді. Қазір сол оқиғадан бері бірнеше жыл өтті. Мен Арсеннің жасағанын толық ұмыттым деп айта алмаймын. Кейде әлде бір күн, түнгі уақыт немесе белгісіз аударым көзіме түссе, сол 85 000 теңге есіме түседі. Арсен де менің оны бөтен әйел арқылы тексергенімді ұмытқан жоқ. Бірақ біз өткенді әр ұрыста қару ретінде қолдануды тоқтаттық. Мен бір нәрсені кеш түсіндім. Сенім бір рет сынғанда, оны бақылаумен қалпына келтіру мүмкін емес екен. Телефонды күніне 10 рет тексеруге болады. Орналасқан жерін бақылауға болады. Әріптестеріне қоңырау шалуға болады. Тіпті бөтен әйел болып жазып, тұзақ та құруға болады. Бірақ адамның қасында қалу үшін оны тұтқында ұстау жеткіліксіз. Ол өзі қалуды таңдауы керек. Ал сен де оның күн сайын кінәсіз екенін дәлелдеуін күтпей, бір күні тәуекел етіп қайта сенуді таңдауың керек. Арсеннің апасыздығы біздің отбасымызға алғашқы жарық түсірді. Ал менің күдігім сол жарықты үлкен саңлауға айналдырды. Сол саңлау арқылы үйімізге бөтен адам кірді. Ол есіктен кірген жоқ. Ол менің қорқынышым арқылы кірді. Егер мен күйеуімді тексеру үшін Мадина деген жалған әйелді ойлап таппағанда, бәлкім Руслан біздің әлсіз жерімізді таппас еді. Бірақ сол оқиға бізге бір маңызды нәрсені үйретті. Отбасын сақтау үшін бір ғана адамның өзгеруі жеткіліксіз. Қателік жасаған адам жауапкершілігін мойындау керек. Ал кешіруге шешім қабылдаған адам өмір бойы жазалауды тоқтатуы керек. Әйтпесе, екеуі де бір үйде тұрғанымен бір-біріне бөтен болып кетеді. Мен Арсенді толық кешірдім бе? Бәлкім толық емес. Ол маған қайтадан 100% сенім бере алды ма? Оны да білмеймін. Бірақ қазір мен оның телефонын тексермеймін. Ол да менен ештеңе жасырмауға тырысады. Біз мінсіз отбасы емеспіз. Бірақ бір-бірімізді аңдымай сөйлесуді үйреніп келеміз. Кейде ең үлкен жеңіс бәрін ұмыту емес. Бір-бірінді қайтадан жау көрмеу екен. Бұл оқиға туралы сіз не ойлайсыз? Арсен бір рет жасаған қателік үшін өмір бойы күдікпен өмір сүруге тиіс пе еді? Әлде Диананың оны тексеруіне негіз болды ма? Өз ойыңызды пікірге жазып қалдырыңыз. Осындай өмірге жақын, ересектерге арналған әсерлі әңгімелерді тыңдағыңыз келсе, арнаға міндетті түрде жазылып қойыңыз. Сіздің бір жазылуыңыз бізге жаңа оқиғалар шығаруға үлкен қолдау береді.